Сәлем балақай, қайырлы таң. Сіздермен шәкірт онлайн мектебі және де мен Балғаным Жанболат қызы. Бүгінгі көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша. Ендеше бүгінгі сауатташу сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақта біз өткен тақырыптарды жалғастыратын боламыз. Өткен тақырыпты еске түсірейік. Дұрыс айтасыңдар. Заттың сынын білдіретін сөздермен таныс болғанбыз. Ендеше бүгін осы тақырыппен оқулықтағы жаттығуларды жалғастырамыз. Ендеше оқулықтың 94-ші бетін ашайық. Барлығымыз аштық па? Керемет. Ендеше бірінші жаттығуына зер салдық. Бұл жерде мәтінді түсініп оқы тапсырмасы беріліпті. Қанеки ендеше барлығымыз дауыстап осы мәтінді оқиықшы. Илья Ильин Қызылорда қаласында дүниеге келген. Отбасында 3 жылдың кенжесі. Спорт залға алғаш рет 6 жасында барған. Ал арнайы секцияда жаттығуды 8 жасынан бастаған. Ильин зілтемірші. Ол Олимпиада ойындарындағы Қазақстанның тұңғыш 2 дүркін чемпионы. Сұрақтарға жауап берейік. Мәтін кім туралы? Дұрыс айтасыңдар. Илья Ильин туралы екен. Илья Ильин саған неліктен ұнайды? Ұнайтын болса, неліктен ұнайтын пікірге жазып өтіңіздер. Тағы қандай чемпиондарды білесіңдер? Бұл сұраққа да жауап ретінде осы видеоның астына комментарияға жазып өтіңдер. Мен сіздердің жауаптарыңызды күтемін. Қазақстандық зілтемірші қыздар туралы не білесің? Келесі, мәтіндегі жазылуы қиын сөздерді тап. Және олардың жазылуын есте сақта. Қанеки, мәтінге зер салып, қиын жазылған сөзді анықтаңдаршы. Тамаша, бірге оқып шығайық. Секцияда Олимпиада чемпионы. Бұл жазылуы өте қиын сөздер екен. Естеріңе сақтап алдыңдар ма? Бәрекелді. Тамаша, ендеше қиын сөздерді есімізге сақтап алсақ, келесі жаттығуға көшейік. Екінші жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз, заттың сынын білдіретін сөздің астын сыз. Қане, өлең шумақтарын бірінші дауыстап оқып алайық. Бақытты боп бар елдің тұрар биік орында, чемпионы әлемнің болар күні әлі алда. Керемет, ендеше қазір біз осы өлең шумақтың ішінен заттың сынын білдіретін сөзді тауып алайықшы. Дұрыс таптыңдар. Әрине бұл биік. Сұрақ қояйықшы. Қандай? Биік. Керемет. Ендеше осы өлең шумақты жұмыс дәптерінің 40-шы бетіне көркем етіп, көшіріп жаздық. Және сын есімнің астын сызуды ұмытпаймыз. Өлең шумақтарын көркем етіп жазып болдық па? Жарайсыңдар. Ендеше келесі жаттығуға зер салайық. Қане, тапсырмасын бірге оқыдық. Көркем жаз. Қане, не туралы екен бұл жерде сөйлеп оқып шығайықшы? Илья Ильин зілтемірші. Дұрыс, бірінші мәтіндегі тақырып бойынша сөйлем берілген екен. Осы сөйлемді жұмыс дәптерінің 41-ші бетіне көркем етіп жазайық. Сөйлемді көркем жазып болдық па? Жарайсыңдар. Ендеше қанеки, шаршаған боларсыздар. Орнымыздан тұрып, барлығымыз сергіту сәтін жасап алайықшы. Ашық япырмай, мен қазақтың
адамзат есіміне береді бала жасын тобы тасты шұқыған кей азамат ару жолда мауыл терде бала белде уайым түбі теңіз ғой бара берме жігер керек жыр керек жалау керек қайрат түбі боп төгіл қарал елге бас шіркін бүгінде сенен қазақпын мұңары мұң тіреген көк байрақтың бар елім бар жерім бар бүгінде сенен қазақпын мұңары мұң тіреген көк байрақтың бар елім бар жерім бар бас шіркін япырмай қазақпын деп әуендетіп денелеріңді сергітіп алдыңдар ма? Керемет! Ендеше келесі жаттығуға көшейік. Жаттығудың тапсырмасын оқыдық. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Шешуіндегі сөз туралы сөздіктен біліп ал. Қанеки, жұмбақтың шешуін табу үшін қанеки дауыстап жұмбақты оқыдық. Арқан байлап беліне, шымырлықпен бекіне, өрмелейтін қай өрен, шықпақ шырқау шегіне. Қанеки ойланып көріңдер, бұл жұмбақтың шешуі? Дұрыс, альпинист екен. Жарайсыңдар. Ол альпинист деген дұрыс биік шыңдарға, тауларға шығатын адамды айтады екен. Келесі жаттығуға зер салдық. 5-ші жаттығу. Қай спортшы мәреге алғашқы болып жетеді? Қане, лабиринт бойынша қай спортшы ең бірінші болып мәреге жететінін анықтап көріңдер. Бұл жаттығу бойынша қай спортшы мәреге жетті? Міндетті түрде комментарияға жаза отырыңыздар, я? Қызыл түсті киімдегі бала 1 номерінде, жасыл түсті киімдегі бала 2, көк түсті киімдегі бала 3 санмен белгіленген екен. Қай бала бірінші болып мәреге жететінін міндетті түрде комментарияға қалдырыңыздар. Мен сіздерді тексеріп өтемін. Келістік пе? Ендеше балақайлар, бүгінгі біздің жаттығуларымыз аяқталған екен. Сіздерге үйге тапсырма, жұмыс дәптеріндегі ойлан тапсырмасын үйге бергім келіп тұр. Бірінші ол, бір суретте қоян түлкінің алдында, ал екіншісі түлкінің артында отырғанда етіп, жануарларды бояу қажет. Келесі екінші ойлан тапсырмасында суреттегі ойынға қатысты атауларды жазып шығу керек. Барлық тапсырмаларды орындап болған соң, суретке түсіріп, міндетті түрде чатқа жіберіңіздер. Келістік пе? Үйге тапсырма түсінікті болса, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сіздерге сабақ ұнаған болса, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.